30 наурызда бастаған даму салу жұмыстары Талғайран, Бешікті, Аспа, Соколов бағытында 95%-ға аяқталды. Жалпы дамбының ұзындығы 12 шақырым. Бұл жұмыстарға НСС холдингіне қарасты мекемелер тарапынан 50 техника және 60 адам жұмылдырылды. Дамбының жалпы биіктігі жайықтан алғашқы сынамамен салыстырғанда 7 метр жоғары. Қазіргі таңда геодезиялық сынақтан өткен, лабораториядан өткен дамбының бөліктеріне ауыл тұрғындылары, еріктілер, студенттер және солдаттар, армия қызметкерлері қапшық қаптау жұмыстарын жалғастыруда. Қорытындылай келе ауыл тұрғындарына, еріктілерге осы жерде қаламызды аман-есен алып қалу үшін атсалысып жатқан барлық жандарға алғысымызды айтамыз. Елге төніп жатқан қауіп мына енді бәрімізге де оңай тиіп жатқан жоқ. Төне құсын түртпілі осы жан-жақтан азаматтар келіп жатыр. Осы халықтың қамын ойлайтын, елдің қамын ойлайтын. Қаладан келіп жатыр, даладан келіп жатыр. Осы ауылдың азаматтары бар. Осы күн түні осы техникасын бөліп жатқан азаматтар да бар. НСС мекемесінен келген осы мойындарын алып жұмыс жасаған азаматтар бар. Осы дамыны көтеріп, осы ел суға кетпес екен. Осыған жағдай жасап, топырақты көтерді. Осы 4 метрдің биіктігінде шамасындай. Кейбірсі 5 метр болар. Осы қолмен бітіп жатқан қолмен солдаттар да келіп жатыр. Қаладан студенттер келіп жатыр. Бәрі осы жұмыла бірігіп бәрі. Осы елдің қамын ойлап, жағдай жасап жатыр. Осы еліміз аман болсын деп. Сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Алла разы болсын.